Білімді адам күшті, ал білім берген адам одан да күшті деген екен данышпандар. Білімнің шамшырағы ол әрине ұстаз. Бүгінгі ұстаз жолы медиа жобасының 5-ші шығарылымының қадірлі қонағы Батыс Қазақстан облысының үздік педагогы, қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Жазира Наурызбайқызы. Жазира Наурызбайқызы, сұхбат алаңына қош келдіңіз. Қош көрдік. Дайынсыз ба? Әрине. Ендеше сұхбат алаңына өтейік. Жазира Наурызбайқызы, өзіңізбен қауышқанымызға ерекше қуаныштымыз. Әңгімеміздің әлқиссасын өзіңіз туралы, өмір жолыңыз туралы, кәсіби қызметіңіз туралы әңгімеден бастасақ. Рахмет. Мен Ишангалиева Жазира Наурызбайқызы, Орал қаласындағы Мәншүк Мәметова атындағы номер 27-ші мектеп-лицейінің қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімімін. Жалпы еңбек өтілім 23 жыл, санатым педагог шебер. Осы ұстаздық жолына мен тектен-тек келген жоқпын. Оған отбасындағы тәрбие үлкен әсер етті деп айта аламын. Ұяда не көрсең ұшқанда соны ілерсің деп дана халқымыз айтқандай, бала кезден әкем мен анамның бірлесе сабаққа дайындалуы, анамның оқушыларының үйге келіп қосымша сабақтар алуы, сонымен қатар көрнекіліктер екеуі бірге дайындайды. Сол кезден бастап менде сабақ беруге деген, ұстаз болуға деген қызығушылық оянды. Сол қызығушылық мені бала күнгі арман, мақсат осы Орал қаласына жетеледі. Қазіргі таңда осы педагогикалық жолды таңдап сол жерде қызмет жасап жатырмын. Өз мамандығым өзіме ұнайды. Бір жағынан оны хоббиім деп те айтуға болатын сияқты. Өйткені маған бала оқыту ол жұмыс сияқты емес. Баламен өзіме үлкен нәр алам. Баладан энергия алам. Баламен бірге жұмыс жасаған әр күнім бақытты сәттерінің бірі деп айта аламын. Бәрекелі. Жалпы сабақ барысында ұстаз бен шәкірттің арасындағы ерекше байланыс деп нені айтар едіңіз? Сабақ енді 45 минутқа құрылады ғой. Сол 45 минуттың ішіндегі мұғалімнің дұрыс сұрақ қоя білуі, оқушыны ойландыра білуі, бұл мен үшін ең маңызды сәт деп айта аламын. Өйткені дұрыс сұрақ қою арқылы біздер оқушыны сыни ойландыра аламыз, оның функционалдық сауаттылығын дамыта аламыз, және оқушылар сұрақ қоюды да үйренеді, және сұраққа дұрыс жауап беріп шешім қабылдауды да үйренеді. Сонымен қатар осы өздерінің бойындағы сыни ойлау қабілетін дамыта отырып, қазіргі бук әлемінде, тез өзгермелі әлемде тез шешім қабылдай алады. Ал ондай тез шешім қабылдай алатын, барлық жаңалықтарға жаны құмар тұлғадан ол дамыған, сауатты, елімізге, қоғамға пайдалы азамат шығары сөзсіз. Өте дұрыс айтасыз. Жалпы ұстаздар арасында 45 жыл мұғалім болсаң да 45 минутқа әзірленіп бар деген тәмсіл бар екен. Бұл туралы сіздің ойыңыз қандай? Өте дұрыс айтылған пікір. Өйткені дайындық, жүйелілік ол өзінің нәтижесін береді. Жоспар болмаса, адамда онда шашыраңқы өтеді. Бір 45 минуттың біздер әрбір секундын ойлап баруымыз керек. Себебі балаға берілген уақыттың әрбір секундтың өзі баланың ойындағы құндылықты қалыптастыра білу деп ойлаймын. Сондықтан сабақтың барысында тек қана теориялық ақпаратқа ғана дайындалмау керек. Адам сол сабаққа кірерде, мен осы балалардың барлығына бүгін не бере алам, балаға қалай мейірімді төге алам, баланың жанын қалай түсіне алам деп алдында отырған 25 оқушы болса, 25 баланың көзіне үңіле білу керек, жүрегіне үңіле білу керек деп ойлаймын. Себебі бала сабақта ауырып отырса, немесе көңіл күйі болмай тұрса, оны алдымен мектепте түсінетін ол әрине пән мұғалімі деп ойлаймын. Сондықтан сабақты бастағанда әуелі бір сәт әр баланың жүрегіне үңіле біліп, көзінен барлығын көре білу керек деп ойлаймын. Өйткені баланың көзі еш нәрсені жасырмайды. Осы ұстаздық жолында байқағаным осы. Сонда ғана сабақ нәтижелі шығады деген айтасыз. Әрине, дайындықсыз сабаққа мүлдем кіруге болмайды деп ойлаймын. Сосын мен өзімнің қолданатыным сабақта қолшатырды жайма шуақ күні жай деп айтам көбіне жас мамандарға. Мен сабақтың ережесін, топтық ереже, сабақтағы құндылықтар, бірін-бірі мазақтамау, оның барлығын сол нәрсе тәртіпсіздік болғанда емес, оның болмастан бұрын алғашқы сабақтарда түсіндіріп тастаймын. Сосын әр тапсырманы орындарда ол не үшін маңызды, не мақсатпен орындаймыз, және осы тапсырманы орындау арқылы біз неге қол жеткіземіз. Осының барлығын айтып отырсақ, бала сабаққа бар ынтасымен қатысады. Өйткені оқушы да сол сабақта не істейтін, қандай жоспармен жүретін, не мақсатта істейтін, оның өміріне қаншалықты маңызды екенін түсініп отырғаны жөн деп есептеймін.
Бәрекелді. Бұның барлығы өзіңіз секілді ұстаздық қызметке жан тәнімен берілген парасатты ұстаздың парасатты педагогтық тәжірибесі деп ойлаймыз. Рахмет. Келесі сауалымызға ауысайық. Жалпы менің ойымша ұстаздық бір үнсіз күрес секілді. Осы күрес жолында өзіңіздің әріптестеріңізге қандай кеңес бересіз? Ұстаздық жолда түрлі байқаулар, конкурстар болып жатады. Сол жолға біздер түрлі ізденіспен жетеміз. Енді әріптестеріме осы байқауда жеңіске жету үшін ол біреуді қайталамаған дұрыс деп кеңес берер едім. Өйткені әр адам жеке тұлға, әр адамның бойында ерекше талант, біреуде қайталанбайтын қасиет бар. Оның өзіндік қолтаңбасы бар. Сондықтан өзіндік идеямен, өзіндік қолтаңбасымен қатысқан жағдайда ғана ұстаздық жолда жеңіске жетеді деген ойдамын. Сонымен қатар жарыста үнемі жеңіске жету міндет емес деп ойлаймын, бірақ жарыста абыроймен алып шығу ең басты міндет деп ойлаймын. Осы тәжірибемен келген барлық қабілетімізді байқауларға жақсы ниетпен көрсете білсек, оның өзі үлкен жеңіс деп ойлаймын. Менің түсінгенім, бәсекелестік жеңіске жетелейді, жеңіс үздік педагог атануға алып келеді екен. Жалпы сіздің осы үздік педагог атанған сәттегі сезіміңіз қандай еді? Менде ең бірінші ризашылық сезімі болды. Одан кейін әрине қуандым. Енді осы сәтте мен өзімнің бала кезде мектепте, талап орта мектебінде оқытқан ұстаздарыма деген ризашылығым болды. Бала кезінен бойыма осындай дағдыларды қалыптастыра білген үшін, одан кейін осы Орал қаласына келіп, ұстаздық мамандық таңдағаннан кейін, ұстаздық жолға түскеннен кейінгі көшбасшы ұстазым Гүлжихан апайымыздыңға деген ризашылығым болды. Одан кейін деңгейлік курста оқығанда Шынар Мукайқызының көптеген септігі тиді менің кәсіби дамуыма. Осы енді педагогика дегеннің өзі грек тілінен аударғанда бала жетелеуші деген ұғымды білдіреді ғой. Осы баланы жарыққа жетелейтін сондай ізденімпаз ұстаз, мұғалім ретінде қалыптасуыма, осы өзімнің ұжымымның, тіпті мен айтар едім, жас мамандардың да ықпалы зор. Өйткені олар келіп сізден бір нәрсе сұрағанда, сіз оларға ақыл айта отырып, осы педагогикалық жолдың қыр-сырын меңгерте отырып, сіз өзіңіз де жетілесіз. Сол ұстаздарыма, шәкірттеріме деген үлкен ризашылық сезім болды. Өйткені бізді биікке шығаратын, бізден асып түсетін де шәкірт, мұғалім еш уақытта шәкіртсіз биікке көтере алмайды. Сондықтан менде ең бірінші осындай айналамдағы адамдарға деген үлкен ризашылық сезімім болды. Бәрекелді. Яғни сіздің жеңісіңіздің артында тұтас ұжымның, команданың тұрғандығын аңғарып отырмыз. Әрине. Жалпы бұл байқаудағы жеңіс сізді кәсіби тұрғыда өз-өзіңізді тани түсуге ықпал етті деп айта аласыз ба? Әрине, бұл жетістік, әрбір жетістік мен үшін жаңа жауапкершіліктің бастауыма деп ойлаймын. Өйткені әр жетістіктің артында сен осындай жетістікке жете отырып, өз ұжымыңа не бере аласың деген сұрақ туындайды менде. Әрі осындай жетістікпен жүріп, басқаларды көшбасшы ұстаздар дайындауға қандай үлес қоса аламын дегенде ой туады. Және әрбір жетістікке жеткен сайын сіздің отырған оқушыңызға сіз жаңаша бір нәрсе үйретуіңіз керек, жаңаша идеялар туындау керек. Сондықтан ол әрбір жеңіс мен үшін жаңа бастаманың бастауы деп айта аламын. Үлкен ізденістің бастамасы деп айта аламын. Ол үлкен жауапкершілік. Бір жағынан ол бір сәтті қуаныш болғанмен, артында үлкен жауапкершіліктер тұр. Өйткені қазіргі таңда өзін ғана дамытатын ұстаз емес, менің ойымша өзі дами отырып, шәкіртімен қоса айналасындағы ұжымын да дамытатын ұстаз, нағыз ұстаз деп айтар едім. Өте орынды пікір. Жазира Наурызбайқызы, ал енді мынау бүгінгі заманның шәкіртіне білім беруде қандай жаңаша әдіс тәсілдерді тілге тиек етіп өтер едіңіз? Бүгінгі заман шәкірттері, оқушылары, ол цифрлы дәуірдің альфа ұрпақтары. Оларға қазіргі таңда көбіне сөзбен айтқаннан гөрі тәжірибе арқылы қолданған тиімді деп ойлаймын. Сонымен қатар қазір жасанды интеллект деп айтып жатырмыз, ол да өте орынды, тиімді. Бірақ енді бізде 45 минут уақыт сабаққа берілген. Ол уақыттың ішінде біздер жасанды интеллектті де қолданып үлгереміз, жазба жұмыстарында жасап үлгереміз. Сонымен қатар мен қазіргі таңда өзімде ұтымды болған бір-екі әдісті атап кеткім келеді. Ол деген тәжірибе. Оқушыларға тәжірибе жасау арқылы көрсеткен ұнайды, және оқушылар сол арқылы көп мағлұматтар алады және бойында дағды қалыптастыра алады. Мысалы айтар болсам, 5-ші сыныпта Ыбырай Алтынсариннің дүние қалай етсең табылады, Қыпшақ Сейітқұл әңгімелері бар.
сонда Қыпшақ Сейітқұлдың бойындағы адами қасиет, ол бір адамды емес, бір түгел ауылды байытқан, өзін қанша жерден білімді бола тұра, ол өзін қарапайым халықпен тең ұстай білді, өзін. Енді осы құндылықтар қазіргі таңда өзекті ғой. Балада қазір біздер эмоционалдық интеллект дамытуға көбірек мән беруіміз керек. Сондықтан мен осы жерде су арқылы тәжірибе жасауды жөн көрдім. Оларға, оқушыларға стаканға, баклажкіден стаканға су құю арқылы көрсеттім. Міне, мысалға, стаканда төмен тұрса, су қалай құйылады, тез құйылады, жоғары тұрса құйылмайды. Сол сияқты адам өзін халықпен тең дәрежеде, халықпен бірдей ұстаса, айналаңдағы оқушылармен тең дәрежеде болса, саған рухани байлықта осылай тез және біркелкі құйыла алады. Ал егер қаншалықты сен өзің сыныптастарыңнан бойыңды жоғары ұстап, бойыңды тәкаппарлық меңзесе, онда тап осылай су сізге құйылмай тұр ғой стаканға. Дәл солай рухани байлықта сіздің ойыңызға сіңуіне қиындық болады. Сонда біз қандай жолды таңдар едік деген сияқты. Сонымен қатар, мына Әл-Фарабидің өлеңі бар, 6 сыныпта тіршілікте құрыштай бол төзімді деген. Осы өлең арқылы оқушыларға жүрек жасатып қойдым қағаздан алдын ала. Сол жүректі оқушылар барлығына үлестіріп, содан кейін сабақта қозғалыс тапсырмасы міндетті түрде болу керек. Өйткені бала қозғалыс арқылы баланың миы жақсы жұмыс жасайды да, ары қарай тапсырмаларды, берілген ақпараттарды сіңіруге ол жақсырақ болады. Сондықтан қозғалыс тапсырмасына оқушылардың әрқайсысы жүректі ұстап отырды, сергіту сәті сияқты етіп ұйымдастырдым. Балалар, біздер мектепке келе жатырмыз, балалар жүрген қимылды көрсетеді. Алдымыздан сыныптасымыз шығып, бізді байқамай қағып кетті, кейін қарай шегінді балалар. Ол бала иіліп кешірім сұрады дейміз. Біз ашуланып, ана итеріп жібергенде ашуландық деп жүректі умаждайды. Ал енді кешірім сұрағаннан кейін не істейміз балалар? Қағазды дұрыстаймыз де. Ал енді қарайық, қағазда жүректе із қалды ма, жоқ па? Қалды. Сондықтан біздер не істеуіміз керек? Төзімді болуымыз керек, ар жағын күтуіміз керек деген сияқты осындай тәжірибелер менің осы ұстаздық жолымда балаларға да ұнайды өте, сосын оң нәтижесін беріп жатыр. Өйткені одан кейінгі сабақтарда бір сондай сәттер болып қалады, ол бала болғасын қателеседі. Сондай сәттерде бала сол сабақтың сол әдістерді еске түсіріп жатады. Сонда осылай болды ғой, солай істеп қалмайық деген сияқты, ол адамның жүрегінде қалып қояды деп. Сол осындай әдістер оң нәтиже беріп жатқаны менің көңіліме қуаныш сыйлайды. Яғни рухани құндылықтарды тәжірибе арқылы, баланың өзіне жасату арқылы рухани құндылықты қазіргі таңда мына адал азамат құндылықтарын осылай әрбір шығарманың өн бойына ене отырып, тек қана талдата бергеннен гөрі осылай тәжірибе арқылы баланың өзі жасаса, ол балаға біріншіден ұнайды, қызықты, әрі баланың есінде мәңгі қалады ол құндылықтар. Бұл әдіс өзіңіздің әріптестеріңізге ерекше пайдасын тигізетін әдістер деп ойлаймын. Әрине. Жазира Наурызбайқызы, енді өзіңізбен бүгінгі әдемі мазмұнды сұхбатымыз аяқтала келді. Жалпы сұхбат соңында бір сауал қойсам, жалпы осындай медиа жобалар біздің педагогтарымызды дәріптеуде, насихаттауда өзінің үлесін тигізеді деп ойлайсыз ба? Әрине, қазіргі таңда мен өзімді бақытты ұстазбын деп айта аламын. Өйткені мен анамның қалай еңбектенгенін, қалай жұмыс жасағанын, ұбт-дан 100% білім сапасын көрсеткенін барлығын көре тұра, біздің анамыз өмір сүрген дәуірде ондай марапат, қолдау көп тараптан бола берген жоқ, аз болды. Оған енді ешкімді кінәламаймыз. Заманға байланысты қазіргі таңда тәуелсіздік алдық, дамыдық. Қазіргі таңда елімізде, сонымен қатар осы біздің Батыс Қазақстан облысында ізденген мұғалімге, әр педагогке қолдау өте көп, керемет. Осындай медиа жобалардың бар болғаны біз әрине қуантады. Ол мұғалімнің жұмысын алға қарай жетелейді, мұғалімнің өзіне деген сенімділігін арттырады. Балаға, шәкіртке білім беруде қандай ұстаз жақсы білім бере алады? Әрине, өзінің эмоциясы жақсы, өзінің керемет аурасы бар, білімді, заманауи, өзін бағалай білген ұстаз шәкіртін де бағалай біледі деп ойлаймын. Сондықтан үлкен рахмет айтамын. Бүгінгі таңда елімізде мұғалімге деген үлкен қолдаулар көп, үнемі болып тұрады. Байқаулардың барлығы заман ағымына байланысты өзгеріп жатыр. Түрлі байқаулардың барлығы да осылай біздің кәсіби өсуімізге үлкен жағдай жасап отыр. Және әрбір алған жетістік марапатталады қазіргі таңда. Сондықтан барлық әріптестеріме айтар едім, ұстаздық жол бұл ең керемет жол. Ұстаздық жолды таңдадық па? Біздің еліміздің болашағы біздің қолымызда. Біздің ең бақытты сәтіміз 45 минут. Сол 45 минутта әрбір секундына дейін балаға сапалы білім беруге, адал азамат құндылықтарын қалыптастыруға жұмыс ұстансақ, сіздің еңбегіңіз әр уақытта бағаланады деп айтқым келеді.
Бәрекелді. Ал біз өзіміздің атымыздан Жазира Наурызбайқызы сіздің парасатты, пайымды пікіріңіз үшін үлкен алғысымызды білдіремін. Жазира Наурызбайқызы, осымен біздің сұхбатымыз аяқтала келді. Әр сұхбаттың аяғында біздің дәстүрлі жылдам сұрақ айдарымыз бар. Сол айдарға көшейік. Мен сізге сұрақ қоямын, ал сіз жауап бересіз. Дайынсыз ба? Дайын. Бәрекелді, ендеше сұрақтарға көшейік. Сабақтағы ең сүйікті сәт. Рефлексия. Сабақта неден шабыт аласыз? Оқуштан. Мектептегі бала күлкісінің маңызы неде? Еркіндік. Балалардан үйренген бір нәрсеңіз. Тазалық. Шаршаған сәтте еске түсетін адам. Анам. Ұстаздық жолыңыз бір сөзбен. Тәжірибе. Болашаққа тілегіңіз. Ізденіс. Бәрекелді. Жазира Наурызбайқызы, әсерлі сұхбатыңызға үлкен алғысымызды білдіреміз. Қадірлі көрермен, осымен біздің сұхбатымыз аяқталды. Келесі кездескенше күн нұрлы болсын.